Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Fingramota.kz халықтың қаржы саласындағы сауаттылығын арттыру жөніндегі жобасын ұсынады. Қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады? Табыс мүмкіндіктерін іздестіру кезінде алаяқтардың құрығына түсіп қалмай, өз ақшаңызды қалай көбейтуге болады? Заманауи қаржы пирамидалармен кез келген қызмет саласында кездесіп қалуға болатынын естен шығармаңыздар. Мысалы, олар зергерлік бұйымдармен, шетелдік саяхаттармен, жылжымайтын мүлікпен, акциялармен және криптовалютамен сауда жасай алады. Және қаржы нарығының кез келген терминін пайдалануы мүмкін. Өзіңіздің жинаған ақшаңызды алдамшы жобаға салмас бұрын, ұйымның талаптарын және шарттары жөніндегі ақпаратты мұқият зерделеп алу қажет. Лицензияны тексеріңіз. Қазақстанда депозит түрінде ақша тарту құқығы екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ғана бар. Ал инвестициялау түрінде ақша тарту құқығы қаржы реттеушісінің тізіліміне енген бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына ғана тиесілі. Сізге жаңа қатысушыларды тартқаныңыз үшін сыйақы ұсынама, бас тартыңыз. Бұл қаржы пирамидасының нақты белгісі. Ақшаны қайтарудың нақты қағидалары жоқ па? Мұның орнына бағалы сыйлықтар ұтысын ұсынама, бас тартыңыз. Сізде өз қаражатыңызды басқару және қажет болған кезде оларды қайтару мүмкіндігі болуы тиіс. Қаржы пирамидаларының тұзағына түсіп қалмау үшін өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды көтеріңіз. Алаяқтық схемалар мен оның белгілерін жетік білу — бұл жағымсыз жағдайлардан қорғанудың басты қаруы. Fingramota.kz-пен бірге қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз.